бүгін бас мүфтиіміз Наурызбай Қаштағанов Хазіретіміз бас мешітте сол мүмкіндігі шектеулі жандарға дұға жасады. Бүкіл Қазақстан мешіттерінде сол бесін намазынан кейін арнау дұға жасалды. Хазіретіміз осы шектеулі жандардың мүмкіндігі шектеулі тезірек аяққа тұрып кетулерін Алладан бір шипа сұрап қойды. Сол біздің Астана өкілдігінде қазір осы мүмкіндігі шектеулі жандарға бір зиярат етіп жатыр. Жағдайлар біліп жатыр. Мысалы қазір көмірмен де қамтамасыз етіп жатыр. Дәрі-дәрмекпен де мысалы қандай қажеттілігі бар? Жалпы қала бойынша осындай үлкен шара болып жатыр. Сондықтан да бұл қарындасымызды зиярат етіп жатырмыз. Алла жар болсын. Сауаттан болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. يا أيها الذين آمنوا استعينوا وربنا الله وصلقلغان Құранның құрметімен бізге өзіңнің мейіріміңді төк. Я Раббым Алла, осы бір мүгедек жандар, осы мүмкіндігі шектеулі жандардың, я Раббым Алла, көздерін нұрландырып, жүректеріне, я Раббым Алла, қуаныш сыйла. Я Раббым Алла, я жаратушы ием, өзіңнің берген осы сынағыңа олар сабыр етіп бізге үлгі болып жатыр. Я Раббым Алла, осы сабырлылықтарына, я Раббым Алла, өзің Фирдаус жаннатымен оларды сүйіншілеп, екі дүниесінің, я Раббым Алла, абаттығы мен көркемдеген бақыттылығын нәсіп ете көр.